Так, осы орманнан өтсек, біз дейтін қазір ауылға жететін боламыз. Так, шынымен біз ауылға жетіп қалған екенбіз. Бажырық бізде ауыл көрінді. Так, мен камерамды жанымда ме? Так, камерамды алып қолыма қосайын. Так, достар. Хей, барақтарыңызға сәлем, достар. Сіздермен бүгін мен Нұрмұхан, достар, көріп тұрғандарыңыздай, бүгін мен дейтін қала жақтан, яғни Қаламстаннан өзімнің ауылыма қарай келген болатым, достар. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің ауылымды, мен өз ауылымды сағынып қалған болатым, достар. Қазір ауылда не жаңалық болып жатыр, не нәрсе болып жатыр дегенді соларды қарайын деп жатырмын. Яғни достар, қараңыздар, бүгін дейтін біз ауылдағы, яғни тіршілікті, ауылдағы рум-тур, яғни ауылдағы бір күн, яғни бір күндік немді өмірімді көрсететін болам, және де өзімді Кузнецкийма обзор түсіретін болам. Достар, сіздер видео басталмай тұрып арнаны жазып лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Так, қараңыздар, ауылда не өзгерістер болған, ана жаққа бірдеңе салынған ба, түсінбедім, достар. Қараңыздар, ана жақта мен жоқта тағы бірдеңелер пайда болған сияқты, достар. Қазір оған да барып көретін боламыз. Және достар, қараңыздар, біздің дүкенімізге что-то осы кезде, осы жақында тағы заттар әкелген екен. Достар, қараңыздар, бізде как обычно тамақтар. Достар, қараңыздар, біздің дүкенімізге мынандай қылышқа келген екен. Және достар, қараңыздар, бізде дейтін грядка дейтін өсіп кеткен, достар. Мен жительдер ұрсатын болды, мына грядканы жинамайсың ба деп. Енді достар, қараңыздар, мына грядканың дейтін толық біткен екен. Так, осылар кішкене пока что жинап қоямын, достар. Менде так мотыга жоқ, пока что қолмен жинай тұратын боламын. Мен достар, оған қатты мән бермей қойыңыздар. Мынаны жинап қойып, қазір мына жительдерге бермесем, еще Кузнецкий мешіне баратын боламын, достар. Сол жақта қазір как раз морковтарды апарып сол жаққа қойып тастап, яғни сәбіздерді. Сосын соның ішіне обзор түсіретін боламын. Достар, так, бізде дейтін мынандай, так, қанша жиналды, достар? Бізде 30 жиналған болатын. Так, базарық өте тамаша. Так, достар, біз енді қазір өзіміздің Кузнецкийімізге қарай баратын боламыз, достар. Ол жақта не қызық болып жатыр, не? Мынау не нәрсе? Так, достар, мен көзіме көріп тұрмын әлде, мынау шынымен де ма, достар, қараңыздаршы. Достар, қараңыздар, не болған, мен Кузнецкий ма? Так, достар, мен Кузнецкий ма, біреу машинамен кіріп кеткен, еще мынау дейтін менің өзім машинам ғой, достар. Мен мынаны қалдырып кетсем қала қайдамай. Достар, мынау қуама. Так, достар, қараңыздар, мынау қуады екен ғой, достар. Қараңыздар, біздің ауылда ешкімде право жоқ сияқты. Мына машинаны кім айдаған, достар? Мен түсінбедім, достар. Қараңыздар. Так, мынаны примерно бір айдай алмайтын адам айдаған сияқты, достар. Достар, қараңыздар, мына жаққа дейтін менің Кузнецкийім ішіне кіріп кеткен айтам да, достар. Қараңыздар. Базар жоқ. Қараңыздар, мынау дейтін полный тесіп кеткен екен. Так, ешкім өлмеген бекен, достар. Мына жақтар қарап көрейік. Так, мен секретный комнатамда ешкім отырған жоқ бекен. Жоқ, достар, ешкім отырған жоқ екен подвалда, яғни секретный комнатада. Так, достар, мына жақта ешқандай адамның іздері көрмейді. Мынау просто соққанда қашып кеткен сияқты, достар. Базар жоқ. Енді достар, мына жерде хотя бы былай машинаны алып қояйық. Машина алып қоймасақ дейтін болмайтын сияқты. Так, мынаның бензині бар ма екен? Достар, мынаның бензині бар екен. Достар, қараңыздар, маған соққанда қашып кеткен. Даже мына жерде жинау дегенде ойына келмеген сияқты ғой. Достар, қараңыздар. Так, енді мына жақта бізге дейтін жөндеу керек болды, достар. Қараңыздар, мына жақта булыжник, үйдің жартысы жоқ, достар. Қараңыздар, мен рум-тур түсем ба деп едім. Қараңыздар, енді бізде қандай рум-тур болатын. Так, достар, маған бір звондап жатыр. Алло, бұл Ермұхан ба? Ермұхан, не болды? Сіздің досыңыз что-то грубый ғой. Мен бұл жаңадан келген полицейскиймін. В смысле жаңадан келген полицейский, түсінбедім. В общем, сендердің ауылдарыңда бір участок жоқ еді. Бүгін осы жақында новый участок салып сендердің ауылдарыңа келген болатынмын. Бағана здание сонда участок па анау? Достар, бағана видеоның басында, яғни келе жатқан кезде, ауылдан келе жатқан кезде не көріп едік ананы? Тыңдап тұрмын, түсініп тұрмын, сіз не дейсіз? В общем, Ермұхан мырза, сізді осы ауылда көп нәрсені біледі дейді, осы ауыл туралы. Участокқа келіп кетіңізші. Жайшылық па? Мына жақта бір какой-то бір дело шығып тұрады, сізден келіп кетіңіз. Все, қазір баратын болам. Так, достар, көрдіңіздер ме, бізге дейтін полицейский звондаған болатын. Так, достар, мен осыған бола звондап тұр деп ойлап тұрмын, достар. Қараңыздар, қазір дейтін біз участокқа қарай баратын боламыз. Бізге полицейский ана жерде кім бүлдірген бізге көмектесе өте керемет болушы еді, достар. Нұр үстіне нұр болар еді. Так, достар, бізде новый участок мына жақта ғой деймін, достар. Базар жоқ, міне бізде полицейский. Так, ана жерде бізде житель неге жылап тұр, достар? Так, мына полицейскийге барып көрейік. Полицейский мырза, қалайсыз? Жақсы, что-то Ермұхан деген сен ба? Мен Ермұхан деген, не болды?
В общем, Ермахан, сендердің ауылдарыңда бір житель бесправ машинада біреудің үйіне соғылып қалыпты. Соны ұстап алып қазір түрмеге қамап қойдым. Ема, базар жоқ достар, қараңыздар, бізде мына житель деген мына ұстап алған екен. Бәсе неге звондады десем, анау мә достар, бізде бесправ айдап жүріп соғылған кім десе житель екен достар, базар жоқ. В общем, Ермахан, сенде мынандай сұрақ болып тұр. Сен машинаны неше күнге қалдырып кетіп едің? Мен машинаны так мен ауылда бір күн болмадым, бір күнге қалдырып кеткен едім. В общем, бір күн бұрын сенің үйіңе мына житель соғысқан екен. В общем, ол бесправ және заң бұзғаны үшін түрмеге қамап тастадым. Енді өзің сөйлесесің деген ойдамын. Все, болды. Ал егер мен кешірсем, оны сіз түрмеден босатасыз ба? Иә, бірақ сен өз келісіміңді берсең ғана мен түрмеден шығарамын. Болды, понятно, достар, так біз қазір мына жителімен сөйлесіп көрейік енді. Ё-моё, мынау жылап тұр екен достар, қараңыздар. Ермахан, кешірші мені, мен әне істеген жоқпын. Мен просто қызықтап айдап көрдім. Ермахан, кешірші. Житель қуасың ба сен, тупой? Сенде вообще права да жоқ, анау да жоқ, мынау да жоқ, сен қалай айдап жүрсің? Мен просто қызықтап кеттім. В общем, жағдай былай болды. Житель досым, анау тұрған машина кімдікі? Ол машина Ермахандікі, бірақ Ермахан ауылда жоқ, машинасы ауылға тастап кетті, өзі қаладан бір жаққа кетіп қалған болатын. Қойшы, Ермаханның машинасы бар ма не? Ол қашан келеді? Білмеймін, ол қашан келеді, әйтеуір ертең келеді деп кетті, бірақ қай кезде келетінін білмеймін. Онда житель досым былай істейді. Қазір екеуміз машина айдайық та Ермахан жоқ кезде. Қумашы, Ермахан жоқ кезде айдаған болмайды ғой, ол оның машинасы ғой. Ертең бірдей болып қалса бізге әңгіме етеді. Қорықпа деймін, смело айдап кете берейік, ештеңе қылмайды. Мен айдамаймын, барып өзің айдай бер. Айдамасаң айдамай ақ қой, өзім айдай беремін. Кет, так, мына кілт бар ма? Ол кілті жоқ екен. Так, отырып берейік мына машинаға, қандай машина екен бұл. Бұл базар жоқтың мотор дейтін керемет қой. Осы аяқтан кетті қазір бізде. Так, мынау газ ба бізде? Так, газ ғой деймін. Так, өйстіп көрек. Мына управлениесі қалай? Ойбай, мына не істеп жатыр? Ойбай, так, не істеп жатыр мынау? Базар жоқ, сен сонда машинаға қызығып сөйтіп айдап көрген екенсің ғой. Тупойсың ба сен, біреуді өлтіріп кетсең не істейсің? Ермахан, кешірші, енді қайталамайды. Мен сені барлық дегендеріңді орындаймын. Кешірші мені. Ё-моё, енді қалай қылса болады екен? Так, достар, ё-моё, мына жительді қалай кешіруге болады, достар? Так, достар, мен бағана грядка жинап отырмын, что-то мен грядка жинаудан шаршап кеттім. Житель, в общем, бар ғой, сен бір жыл бойы мен грядкаларымды жинайсың. Смело ждеп, только мені босатшы, өтініш. Все, так, достар, мен келісіп тұр, бір жыл бойы грядка жинаймын деп тұр. Онда біз қазір полицейский мырзаға айтайық. В общем, полицейский мырза, мына жительді босата беріңіз, мен кешірім беріп тұрмын. Жоқ, оған ештеңе қылмайсыз, келісіміңізді бердіңіз, кешірдіңіз, сондықтан босатамыз. Все, достар, бізде дейтін жительді көрдіңіздер ме, қалай айтып берген? Ё-моё, бесправ машина айдап, мен Кузнецкийма соғылған екен, базар жоқ, достар. Енді біз қазір дейтін жительді босататын боламыз. Ё-моё, мынау босатайық, достар. Все, в общем, дейтін достар, мен жительді босатып алған болатым. Қазір мынау дейтін өте мәз болып тұр, бірақ қайдан білесің, мынау қазір барлық бір жыл бойы мен грядканы жинайтынын. Мен, в общем, житель өзің мотыгаңды алда, мына жерді жинай бер. Так, достар, бізде осымен бүгінгі видеомды аяқтайтын шығармын, достар. Енді келесі бөлімдерде мына жақтарда мына өзіміз Кузнецкиймен жинап осының ішіне обзор түсіретін шығармын деген ойдамын. Ё-моё, қараңыздаршы, достар, мына жерінде бізде дейтін сарапиналар тегіп қалған екен. Мына енді машинаны покраскаға беріп, в общем, эстоға беріп қою керек. Достар, сіздерге айтарым, ешқашан бесправ машина айдамаңыздар. Бұл өздеріңіздің өмірлеріңізге өте қауіпті болады. Достар, бүгін бізде осындай видео болған болатын. Әрине, достар, сіздер өздеріңіздің лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ермахан. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.